Өткен жылы облыс аумағында 738 төтенше жағдай тіркелді. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінде өткен баспасөз конференциясында айтылды. Былтыр орын алған төтенше оқиғалар 2011 жылмен салыстырғанда әлдеқайда артқан. Мәселен, алдыңғы жылы 632 төтенше жағдай орын алып, 79 адам қаза болған. Ал 2012 жылы қаза болған 62-де 54 адам 12 жылы. Яғни зарап шеккендер мен төтенше жағдайлардың саны өмір сүрмен салыстырғанда артып отыр. Жалпы төтенше жағдайлардың алдын алу жүйесі ол алдымен облыстың жоспарлы түрде бекітілген облыс төтенше жағдай комиссиясының отырысында қаралады. Бұнда тиісті органдарға, мекемелерге, аудан әкімдіктеріне арнайы тапсырма беріліп, жоспарлы түрде міндеттер қойылады. Облыс орталығында төтенше жағдайлар орын алған кезде жедел құтқару жасағы жұмыс істейді. Жасақ құрамында арнайы дайындалған 9 адам мен үйретілген иттер бар. Жәнібек ауданында жоғалып кеткен, соны іздестіруге осынан арнайы біздің құтқару топтары барды, иттерімен арнайы іздестіру. Бірақ та енді қалды, білесіз, қардың қалыңдығына, қардың көп жауып, көп түсуіне байланысты ол жұмыстары нәтиже берген жоқ. Жыл басында ауа райының қолайсыздығы салдарынан жекелеген аудандардағы 20-дай елді мекен жарықсыз қалғанды. Орын алған төтенше жағдайлар дер кезінде жойылды. Электр сымдарының үзілуіне байланысты, ауа райының ылғалды болуына байланысты, сонымен Батыс Қазақстан төтенше жағдайлар департаменті көптеген мекемелермен бірігіп жұмыс жасап, сол Зенит заводы, Казтрансойл, сосын Интергаз Центральная Азия, Орал бөлімшесі, Аманғалиев, жеке кәсіпкер, сосын ұныш дейтін жеке кәсіпкер, солардың көмегімен техникалары бөлініп, осы тіркелген төтенше жағдай қалпына келтірілді. Батыс Қазақстан электр таратушы компаниясының барлық 39 бригада жұмыс істеді, 200-ден астам адам жұмылдырылды сол төтенше жағдайды қалпына келтіруге. Бұдан бөлек облыс тұрғындарына өрттің алдын алу үшін үгіт-насихат жұмыстары әрдайым жүргізіліп отырады. Қазіргі таңда әлеуметтік нысандарда құрылыс өндірісінің өсуіне және халықтың әл-ауқатының артуына байланысты өрт оқиғалары көбеюде. Мәселен, дәнекерлеу жұмыстары және тағы да басқа отты пайдалану жұмыстары кезінде, мысалы тұрғын үйлерді салу кезінде өрт қазір таңда былтырғы жылмен 2011 жылмен салыстырғанда 40%-ға өсіп отыр. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.